Сәлем достар, бүгін біз өлшеудің нәтижелерін өңдеу тақырыбына жалғасты тағы бір есеп шығаратын боламыз. Бұл жерде бірнеше рет өлшеуге арналған, яғни кездейсоқ қателігін, абсолют қателігін және салыстырмалы қателігін анықтауымыз керек. Осы дененің, белгілі бір дененің массасын өлшеу барысындағы тәжірибе жүзінде алынған мәліметтер мына кестеде берілген дейді. Және бізге осы өлшеулердің абсолютті салыстырмалы қателігін, өлшеу нәтижесіндегі қателікті ескере отырып, массаның мәнін жазыңыз дейді. Біз енді есептеуді бастайық. Бірінші, біз өткен тақырыпта теориялық бөлімде айттық, алдымен кездейсоқ қателіктерді жеке-жеке тауып аламыз. Ол кездейсоқ қателікті табу үшін алдымен жуық мәнді есептеуіміз керек. Ал бұл жерде есептеу 5 рет жүргізілген. Енді жуық мәнді табу үшін осы 5 реткі алынған өлшеудің нәтижесін қосып, оны 5-ке бөлеміз. Яғни, осы берілген мәліметтер бойынша массаның жуық мәнін есептеу үшін біз мына алынған өлшеу арқылы алынған массаның мәндерін қосамыз. Және оны неше рет өлшенді соған бөлеміз. Яғни 5 рет өлшеу жүргізілсе, демек 5-ке бөлеміз. Есептесек ары қарай 10,4 қосамыз, барлығының өлшем бірлігі грамм, 10,2 грамм қосамыз, 9,9 грамм қосамыз, 9,8 грамм қосамыз, 9,7 грамм. Бөлеміз 5-ке. Яғни грамм ортақ өлшем бірлікті жаза салайын. Тең болады. Есептейтін болсақ жалғастырып, үстін қоссақ бізде 50 шығады екен. 5-ке бөлсек, демек 10 грамм. Онда біздің жаңағы есептеп отырған, яғни өлшеп отырған денеміздің жуық мәні массасының 10 грамм болды деген сөз. Енді бізге кездейсоқ қателіктерін есептеу керек. Бірінші, дельта М1 бұл тең болады МЖ азайтылған М1 тең. Сәйкесінше барлығын осы формамен есептейміз. Сонда 10 граммнан азайтамыз 10 грамм, азайтамыз 10,4 грамм, тең болады 0,4 грамм. Минус 0,4 шығады, яғни абсолют шаманың ішінде ол минус таңбасын жойып 0,4 грамм шығады. Осылайша дельта М2-ні есептесек, абсолют шама ішінде 10 граммнан азайтамыз 10,2 граммды. М2-міз 10,2 грамм. Шығаратын болсақ 0,2 грамм. Келесі дельта М3-міз. Ол 10 граммнан азайтамыз 9,9 граммды. Тең болады 0,1 грамм. Келесі дельта М4-міз. Тең болады 10 грамм азайтылған 9,8 грамм. Тең 0,2 грамм. Ары қарай дельта М5 бізде 10 грамм азайтылған 9,7 грамм. Демек тең 0,13 грамм. Яғни біз барлық кездейсоқ қателіктерді тауып шықтық. Енді абсолют қателіктерді табу үшін осы кездейсоқ қателіктердің арифметикалық орташасын табамыз. Яғни дельта М-ді есептеу үшін дельта М1 қосамыз дельта М2, қосамыз дельта М3, қосамыз дельта М4, қосамыз дельта М5. Бөлеміз арифметикалық орташасын табу үшін 5-ке. Сонымен барлығын бірден қосып жаза салайын. 0,4, қосам 0,2, 0,6 болды. 0,7, 0,1-ді қосам. Оған 0,2-ні қосам 0,9. Оған қосамын 0,3-ті. Сонда 1,2 грамм шығады. 1,2 грамм бөлемін 5-ке. Тең болады бізде 0,2 керісінше, 1,2 ғой. 0,124 грамм. Яғни
Дельта М, яғни абсолют қателігі 0,24 грамм. Енді бізге салыстырмалы қателікті есептеуге мүмкіндік бар. Яғни салыстырмалы қателігіміз дельта М-ді М-нің жуық мәніне бөліп, оны көбейтеміз 100%-ға. Дельта М есептедік 0,24 бөлеміз М-жы жаңа есептегеміз 10 грамм, көбейтеміз 100%-ға. Сол кезде шығады бізде тең болады 2,4%. Яғни салыстырмалы қателігіміз 2,4%, яғни салыстырмалы қателігі аз деген сөз, өлшеудің мәні нақтырақ болды деген сөз. Енді бізде соңғы тапсырма қалды. Яғни бізге бұл жердегі өлшеудің нәтижесін қателікті ескеріп жазыңыз дейді. Яғни өлшеудің нәтижесін қателікті ескеріп жазсақ, онда М тең болады М-нің жуық мәні плюс-минус дельта М деп жазамыз. Онда М-міз тең болады М-нің жуық мәні 10 грамм плюс-минус 0,24 грамм дегенді білдіреді. Яғни, бұл не деген сөз? Яғни, М-нің мәні, айқын мәндер аймағы, яғни 10-нан 0,24-ті азайсақ, 9,76 грамм кіші немесе тең, қосатын болсақ 10,24 грамм. Яғни, М-нің нақты мәні мына интервалда жатады дегенді білдіреді екен. Балалар, бүгін біз бірнеше рет өлшеу жүргізу барысындағы, яғни кездейсоқ қателікті, сонымен қатар абсолют қателікті, салыстырмалы қателікті есептеуді үйрендік. Егер қандай да бір түсініксіз жері болса, теориялық бөлімін тағы да қараңыз, болмаса осы видеоның астына пікір қалдырыңыз. Мен сіздерге жауап беретін боламын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.